Әлемдегі ең оңай пирог әрі ең дәмдісі қайсы десе осыны айтар едім. Менің рецептіммен өте дәмді әрі жұмсақ болады. Өз кеңестеріммен бөлісетін боламын, сондықтан видеоны соңына дейін қараңыздар. Ең алдымен ұнымызға разрыхитель араластырып алғаннан кейін сары майды ұнға малып отыра теркадан өткізіп алатын боламыз да артынан қант, жұмыртқа және 2 қасық қаймақ болмаса айран қоссаңыздар болады. Соның барлығын араластырып біз өте жұмсақ қамыр илейтін боламыз. Дайын болған қамырымызды бірден противенге орналастырып аламыз да астын шанышқының көмегіменен тесіп аламыз. Бұл біздің қамырымыз пісіп жатқан кезде көтеріліп формасын бұзбау үшін қажет болады. Кожамызды 180 градуста 15-20 минуттай қызарғанша пісіріп аламыз. Өте жұмсақ болып піседі. Кішкене суығаннан кейін кез келген вареный сгущенкамызды жағып, артынан бананымызды тізіп шығамыз. Сливки бізде міндетті түрде 33% болу керек және холодильникте 1 күнде тұру керек, яғни қатты салқын болуы қажет. Бізге қажетті сливки мөлшерін алып, кішкене взбивать етеміз. Кішкене қоюланған кезде творожный сырменен сахарный пудрамызды бірге саламыз. Мен мына жерде бөлек салдым, если что ешқандай разница жоқ. Формасын жақсы ұстағанға дейін взбивать етіп, кез келген формаға салсаңыздар болады, немесе қасықпен де салсаңыздар болады. Дайын болған кремімізді пирогымызға жағып болғаннан кейін үстінен какао ұнтағын немесе шоколадты теркадан өткізіп әлсін сеуіп шықсаңыздар өте әдемі көрінеді. Бұл банофи пайды мерекеге де қонағыңызға да өзіңізді еркелету үшін де жасап жесеңіздер болады. Жасалуы өте жеңіл әрі дәмді пирогтардың қатарында мен үшін бірінші орында тұрған пирогтың бірі. Егер осындай жеңіл әрі тексерілген рецепттер ұнаса, лайк басып каналыма жазылып кетіңіздер. Келесі видеоларда тағы да дәмді идеялармен бөлісемін.